Еліміздің солтүстігіндегі балалар тым ерке тотай болып шықты. Теріскейдегі ұл-қыздарға ата-аналары жылы сөзін жаудырып, өзге өңірдегілерден де көп өбектейді екен. Қалған аймақтағы ағайын еркелетуге көп емеурін танытпайтын көрінеді. Әсіресе оңтүстіктегі отбасылар балаларына ботам деуге батпайды дейді мамандар. Ал еркін өскен ұрпақтың ертеңі не болады? Сюжеттен көрейік. Қазіргі ата-аналар бұрынғыларға қарағанда балаларына әлде қайда асқан жауапкершілікпен қарайды. Үйдің шаруасын ысырып, өзінің жеке перзенттерінің дамуына көп мән береді дейді сарапшылар. Сені мен болашақ қоры өңірлер бойынша сауалнама жүргізген екен. Нәтижесінде жас отбасылардың 76% балалар үшін аптасына бір күн болса да бөліп отбасылық демалыс ұйымдастыратынын айтыпты. Қазіргі заманда балаларды бұрынғыға қарағанда, мысалы үшін бізді тәрбиелеген кезбен салыстырғанда қазір көбірек еркіндік береді. Жаһандану заманында 21 ғасырда ақпараттың көптігінен адамдар, жаңа ата-аналар болсын, бала тәрбиесіне көбірек көңіл бөледі. Балаға қысым көрсетпеу, жеңілдік беру, өз ойын жеткізе білуге баланы тәрбиелеп жатыр деп ойлаймын. Негізінен енді ол да дұрыс. Негізі дұрыс, бағыты дұрыс, бірақ еркіндіктің де өзінің шегі болады. Венера Әлмұрат қызы 3 баланың анасы, 12 және 3 жастағы балалардың тәлім тәрбиесіне жеке көңіл бөледі. Себебі оларға айтатын ақыл кеңестің өзін әртүрлі жеткізу керек дейді. Бес саусақ бірдей емес деген, бір үйдің баласы болса да, әрқайсысы мінезі әртүрлі. Бала өсе келе менікі дұрыс деген сондай өзінің позициясын ұстайды да, менікі дұрыс деп, кейде біз ата-анаға қарсы шығады. Ондай кезде мен де ойлаймын, біз ата-ананы біраз уақыт баланы да тыңдауымыз керек, баланың көңілін шығуымыз керек. Керісінше сенікі дұрыс емес, былай деп өзіміздің ойымызды айтып талап етпей, баланы тыңдай білуіміз керек. Сауалнамада тағы да бір қызықты ақпарат. Ақмола, Павлодар, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарындағы жас ата-аналардың 80% өз балаларына жылы сөзді жиі арнап, жақсы көретіндерін айтады екен. Ал қалған өңірлерде бұл көрсеткіш төмендеу. Осы ретте халықтың пікірін сұрап білдік. Жалпы қазір тәрбие берудің бағыты да өзгеріп кетті ғой. Қазіргі мына заманда көп дүниені біз баладан үйренеміз. Қазіргі жастар, жас буындар бұрынғы біздің кезімізге қарағанда бөлектеу болып көрінеді. Мен өте ерке қыз болдым, мен бетімнен қақпайтын. Қыздарымды солай тәрбиелеп жатырмын. Дегенмен мамандар баланы жастан деген қағиданы естен шығармау керек дейді. Шектен тыс өбектеп, тым еркелетіп, бетін қақпай өсірген ұрпақ өмірге икемсіз, қырсыз болып өсуі мүмкін. Ал ондай жан ата-анасына масыл болып, қоғамға бейімделе алмайды. Еркіндіктің оның да бір жағын көріп жатырмыз, балалардың жаңағы бос кетуі, қадағалаусыз қалуы, өзіне сай емес, мүмкін бір ортаға түсіп қалу да бар. Ол да менің ойымша жаңағы тәрбиедегі белгілі бір шектеу қойылмағандықтан бала міндетті түрде, мысалы үшін жаңағы телефонда отырса, 1 сағат отыру, қадағалау, жаңағы балалармен араласу, ойнау, яғни қалай айтса болады, бір режим дейміз ғой, өзінің күнтізбесі болған дұрыс еді. Ал еркіндік бар жерде, о жерде дисциплина да жоқ, авторитет те жоқ. Қысқасы мамандар бұрынғы тәлім тәрбие ескірді. Жаңа ұрпаққа жаңаша көңіл бөлген дұрыс. Ал жас ата-аналардың бала тәрбиесіне де үлгеріп, жұмыспен отбасыны тең ұстауға көшкені тіпті қуантарлық жағдай дейді сарапшылар. Гүлназия Жалғасқызы, Айтжан Отызбаев, Еуразия 1 арнасы.